Кофе ішсең, жүрегің ауырады дейді. Бұл рас па? Сәлеметсіздер ме? Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог дәрігер. Жүрегін сақтағыңыз келсе, маған тіркеліңіз. Лайк басып, комментарийға сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Кофе әлемдегі ең көп ішілетін сусын. Көп адамдар ойлайды, кофе жүрекке зиян деп. Ал шын мәнінде күніне 1-3 кесе кофе көп адамдар үшін қауіпсіз. Тіпті кейбір зерттеулерде кофенің инфаркт пен инсульттің алдын алатыны дәлелденген. Бірақ жоғары қан қысымы бақылаусыз болса, жүрек қағуы жиі мазаласа, ұйқысыздық болса, онда кофе ішуге болмайды. Ең бастысы мөлшер, күніне 5-6 кесе кофе бұл жүрекке салмақ болады. Сондықтан кофе ішіңіз, бірақ ақылмен. Ал сіз күніне неше кесе кофе ішесіз? Комментарийға қалдырыңыз.